дәретпен сұрау. Дәретпен сұраған дұға қабыл болады. Одан кейін қолды көтеріп сұрау. Мысалы, қарыз сұрағанда қалай сұраймыз? Берші деп сұрайды ғой, қайыршылар, мұқтаждар, тура сол сияқты мына алақанды жайып сұрау. Бергенде бүйтіп сұрауымыз, кәдімгі сұрап тұрғандай. Міне мә деген кезде хоп деп тосып алатын сияқты сұрау керек та. Мә дегенде мына дайын тұру керек. Бүйтіп бұлай ұстайын ба, бұлай ұстайын ба деген сияқты дайын тұру керек. Сондай сергек күйде тұру керек. Қабыл бола ма, болмай ма, өтпейді ондай дұға. Кәдімгі хоп деп лақтырған кезде хоп деп тосып алатындай сондай халде болуыңыз керек. Дұғаның қабыл болуының жақсы бір шарттары. Құбылаға қарап дұға қылу. Бұл әдептеріне жатады. Құбылаға қарап дұға қылу жақсы амал. Құдайға бер де жалын дейді қазақ халқы, бір жақсы сөз айтқан. Құдайға бер де жалын, яғни садақа беріп сұра, жетімнің басын сипап сұра, әйтеуір бір жақсы бір нәрсе жасап барып, Құран оқып барып сұра, намаз оқып барып сұра, әйтеуір жақсылық амалмен сұра дейміз. Одан кейін салауат айтып, хамд шүкір айтып барып сұра. Алхамдулилля, я Алла, сен шүкір, менің емісің, мені мұсылман қылғаныңа шүкір, мен атқа сыйынған, отқа сыйынған, çoққа сыйынған, сиырға сыйынғаннан жаратпағандарыңа шүкір деп, сөйтіп Құдайды ұлықтап барып сұрауға тырысыңыздар, және салауат айтып барып сұрыңыздар. Дұғаны қабыл болуының шарты пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға салауат айтып барып, бірінші ауызу бисмилля, одан кейін салауат айтасың, астағфирулла, я Алла, мені кешір дейсіз, одан кейін салауат айтып барып сұрау, бұл жақсы нәрсе. Аллах Тағаланың Асмаул Хусна, жақсы аттары бар. Бізге ұлақталған Құранда 99 бізге белгілі аты бар, сол 99. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Әл-Малик, Әл-Құддус, Әс-Салам, Муъмин, Мухаймин, Азиз, Жаббар, Мутакаббир. Әйтеуір не керек? Алланың ұлық аттарының бәрін айтып барып сұраған дұғалар қабыл болады. Одан кейін бір реттен 7 ретке дейін айтуға тырысыңыздар. Одан көп айтсаң мүлде жақсы. Яғни бір дұғаны 2 реттен, 3 реттен қайта айтып барып сұраған бұл әсерлі дұғалар қабыл болуының себебі болады. Одан кейін шама келгенше жасырын оқыңыздар. Бізде анау дауыстап оқу. Алла, мен ана имам болғаннан дұға қыламыз ғой. Дұға қылып беріңізші күшті дейді. Соң конкретный дұға жасап берейін деп ойлаймын. Жасаған кезде Алла сізге ұзақ өмір берсін десең, әумин дейді. Бала шағаң көп болсын, әумин дейді. Осы қызметің, депутаттығың, мандатың, әйтеуір байлығың мәңгі тұрсын десең, әумин дейді. Алла сізге нәсіп намаз оқу нәсіп болсын десең, әумин демейді, өтіп кетсін дейді. Бұл ұнамайды оған. Сондықтан, яғни дұғаларды жасырын істеуге тырысыңыздар. Біреуге тілегенде ғана айтамыз, бірақ сол дұғаны сыртынан істеген жақсы болады. Ең жақсы дұға қайсы деп сұралған кезде, біреудің сыртынан істелген дұға. Маған жақсылық қалайсыздар ма? Үй туралы айтып жатсыздар, Алла разы болсын. Сыртымнан дұға қылсаңыздар, маған сол былай байлық болады, маған қуат болады. Алла риза болсын. Қазір бекітсек бола ма? Бола береді, бекіте беріңіз. Сол үшін бізде, мысалы айтайық, үй туралы айтып жатырмыз ғой. Біздің ана мұқтаждар бар, жәрдем сұрағандар бар, ана харекет қоры бар. Бізде қаншама үй алып беріп, 800-900, осы жақында естідім, білесіз бе, білмеймін. Біз қайыршылар мемлекетіміз бе, түсінбедім. 1,5 мың адам очередте тұр маған үй бер деген. Бұл қандай елміз біз? Қалай елу дамыған мемлекеттің ішіне кіріп кетіп, біз білмейміз әйтеуір. Но факт осы нәрсе. Сондықтан ардақтылар, шамамыз келгенше мың мұқтаждарға қарайласып дұға қылуды үйренеміз. Келесі, яғни дұға қылудың жасырын жасап үйреніңіздер деген сөз. Ағайындарға өзі жоқ кезде. Одан кейін азан мен қаматтың ортасында. Екеуі азан айтты, азаннан кейін дұға қабыл болады. Одан кейін сәждеде дұғалар қабыл болады. Одан кейін барып түнде қабыл болады, жаңбыр жауғанда. Құдайдың жаңбыр жауғанда аспаннан Құдайдың рахымы жауады дейді. Мынандай сөз бар. Бір Алла рахымы мен нұрын шашар. Жаңбырды ғой енді, нұрын шашар. Адамдар су болам деп одан қашар. Сол жаңбырдың, Құдайдың рахымының бір тамшысы аузыма түссе екен деп, дәрияда балықтар аузына ашар дейді. Сол үшін ардақтылар дұға жаңбыр жауған. Жаңбыр жауғанда бар далаға былшылдап су болып сұрау емес. Кейбір сөйтпісінен екен. Жаңбыр жауғанда үйде отырған адам далаға шығып, басын ашып, былшылдап су болып, соңын ауырып өкпенің туберкулез болуынан пайда жоқ. Мәселе ол емес. Мәселе жаңбыр жауғанда үйде де дұға періштелер кіре береді. Сол үшін дұға қабыл болады. Және сапарда дұғалар қабыл болады. Сапардағы адам дұғасы қабыл болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям даъватул мусафир ла шакка фихинна. Сапардағының дұғасы қабыл болады, оған күмәндарыңыз болмасын деген. Қадір түні, оразаның түні, арафат түні, жұма түні, әсіресе оразаның сәресі, оразаның қазіргі сәресі уақыттар дұға қабыл. Осы мен көріп отырып дұғаны айта беріңіздер. Аллах Тағала көріп тұр ғой, несін аяйсыз? Аллах Тағала көлге сырғып сұраңыздар, Алла беруші. Одан кейін
ата-ананың балаға дұғасы, уахам балалардың да ата-анасына дұғасы қабыл. Осыны түсініңіздер. Яғни біз ата-ананың батасын алу керек дейміз да, балалар ата-анаға дұға қылмайды. Неге дұға қылмайсың? Ата-ананың батасын аласың, бірақ сен өз ата-анасына дұға. Аллах Тағала Құранда үйретіп отыр. Мен қандай кішкентай кезінен мені бап мәпелесе, ата-анам, я Алла, сен де соларды мәпеле деп, яғни көбірек дұға қылуды ата-анаға ұмытпаңыздар. Дүниеде болса да, дүниеден өтіп кетсе де. Келесі истиғфар. Истиғфар. Аллах Тағаладан тәубе етіп барып, астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла деп көбірек сұраңыз. Ад-дуау муххул ғибада. Дұға мух деген, егер сүйекке айтылса, сүйектің ішіндегі жіліншік, адамға айтылса ми, егер жеміске айтса, жемістің ішіндегі дән. Яғни дұға ғибадаттың негізгі мәйегі, негізгі жаны. Немесе адамда болса, мафи мух десе, ми жоқ адам деген сөз. Араб тілінде. Сондықтан мұх бұл ең маңызғы нәрсе. Енді ғибадаттың мұхы, негізгі миы не дегенде ол дұға деп айтылады. Сондықтан намаздан кейін ассалауму алейкум рахматулла, ассалауму алейкум рахматулла, намаз бітті. Бірақ сіз осы жерде отырып дұғаны көл-көсір айтсаңыз, Аллах Тағала жауап береді. Өйткені Құранда солай келіп тұр: "Әминустаину бис-сабри вас-сала", менен намазбен жәрдем сұраңдар дейді. Дұғаны көбірек жасаңыздар. Намаздан кейін тұра қалып патыр-патыр жүріп кетіп қаламыз, сол сәл жақсы нәрсе емес. Дұғаны көбірек жасауға әрекет етеміз. Сол үшін дұғада жауап бермесе, Аллах Тағала өзі айтады: "Пенде маған ережесі менен дұрыс дұға қылса, мен оның дұғасына жауап бермеуге ұяламын" дейді. Құдай, ұялам деп тұр сұраған адамнан. Бізде ұяламыз ғой. Біреу сенен жәрдем сұраса, жәрдемді бермей қойсаң, ту деп ұяласың. Алла Тағала да ұялады екен. Алланы ұялтқыңыз келсе, көбірек дұға қылыңыз, Алла жауап береді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям қандай дұғаларды жақсы көрген? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қысқа дұғаларды жақсы көрген. Ұзыннан салағұлаш емес, шама жеткенше қысқа дұғаларды оқыңыздар. Және сүннетте келген, кітапта келген, Құранда келген дұғаларды жаттауға тырысыңыздар. Англисше окей дегенді жақсы жаттаймыз бәріміз. Сондықтан Құрандағы мына бір оразада бір дұғаны жаттабаңыздар. Мысалы, Адам ата оқыған, Нұх пайғамбар оқыған, Ыдырыс пайғамбар, Ибрахим пайғамбар оқыған, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям оқыған ең соңғы. Барлық пайғамбарлар алейхиссаламдар оқыған дұға бар. Құранда келген ол: "Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасаната ва қина азабан нар". Осы дұғаны оқып жаттамаңыз. Бұл намазда оқылады, барлық намаз оқығандар жақсы біледі. Яғни осы дұға дүниені де қамтыған, қияметті де қамтыған. Жаңа бала көре алмай жүргендер бала көргіңіз келсе, күйеуге шыға алмай жүргендер күйеуге шыққың келсе, үйлене алмай жүргендер үйленгің келсе, әйтеуір не керек байлыққа жеткің келсе, мәселе шешілгін десеңіз, осы Раббана дұғасын көбірек оқыңыздар. Дұға деген не? Дұға деген төменнің жоғарыға қайырылуы, мұқтаждың мұқтаж емеске қайырылуы, пенденің жаратушыға қайырылуы деп түсініңіздер. Демек, дұғаның ең ықыластың күшті болатын жері ол дұға болады. Сондықтан дұғаны көбірек Аллаға айтуды ұмытпаңыздар. Егер дұға берілсе Құдайдың рахымы, берілмесе сынақ екенін ұмытпаңыздар. Бермеді ғой, екінші сұрамайым деп біз ана өткізіп қойған бір нәрсеміз бар сияқты, осылай жасаған сәл жақсы нәрсе емес. Одан кейін дұға жақсылық дұғаны көбірек айтыңыздар. Жаманшылық дұға кейде аузымыздан шығып кетеді, ол жақсы нәрсе емес. Біреу жаңа өліп қалсын деген бір өте қайғы күнәсі. Біреу өліп қалсын дедің, өлді, не пайда болады саған? Оның өмір сүргеніне мүмкін пайда шығар, өліп қалғанына саған пайда жоқ. Сондықтан қияметте Алланың алдында жақсы. Мүмкін кешірімді болсаңыз, қанша сізге бағанада жазып отыр, мен енем осындай қылды, мен соны өлгеннен сізге пайда жоқ. Жаңағы біреуге өлім тілегенше өзіңе өмір тіле деген сөз өте дұрыс шығар. Сондықтан дұға бұл пендені ұлылыққа, жақсылыққа жеткізетін ұлы бір құрал. Вопросыңыз шешілмей жатыр ма, балаңызда ауру бар ма, семьяңызда қиыншылық бар ма, дұғадан үзілмеңіз. Аллах Тағаламен сөйлескің келе ме? Мысалы, бір патшамен, бір әкіммен, бір жақсы адаммен сөйлесең, биік төбеге шықсаң, көзің ашылады, жақсымен сөйлесең көңілің ашылады дейді ғой. Енді жақсының жақсысы, патшаның патшасы Алламен сөйлескіңіз келсе, дұғаны көбірек айтыңыздар. Даже мына намазда бүйтіп еңкейеміз ғой, Субхана Раббиял Азим деп айтамыз. Соны сіз бір рет айтқанша, Алла сізге 100 000 рет жауап береді. Қандай дұғаң бар, тілей бер дейді. Сол үшін дұға көбірек
айттыңыздар. Аллах тағаланың елшісі аяғымның бауы үзіліп қалса да Құдайдан сұраймын деген. Яғни Құдайдан бәрін сұраймыз. Бірақ мынау музыкальный баталар жақсы емес. Қалай десем болады? Ұйқасты болуы. Мына біз ұйқастырып, батаң батпасын, батам жерде жатпасын деген сияқты ұйқастырып өлең қып, сен Балғынбек Имашев, Ринат Заитов, Сара Тоқтамысова, Айнұр Тұрсынбаева емессің. Сол сияқты музыкальный бата, музыкальный дұға қылу жақсы емес. Қазақша бар тіліңмен айта бер, құрастырып, арасында орысша да болып кетесің, кете берсін, ештеңе етпейді. Алла ниетіңізді көріп тұр ғой. Сондықтан ол қайырыла бересіз. Ұйқастыру шарт емес. Кейбіреулер дұғаның мәніне емес, ұйқасына мән берген заман. Сонымен бірге дұғалардың ішіне жаңағы қалжың, ойын, күлкі, сөздерді қосу бұл өте жақсы нәрсе емес. Мен қазір осы баталарды көріп жүрміз, ішіне боғауыз сөз, ұятсыз сөз, соның ішіне қарғыс дұғалар бар. Ол қандай қарғыс дұғалар? Саған Құдай сені оңдасын, өз жолына бастасын, саған жамандық ойлағандар екі дүниеде оңбасын дейді. Астағфирулла. Не дұға бұл, не бата бұл? Сол қарғыс өзіңе келсе не болдың, өзіңді оңбайсың. Сондықтан бұл ешқашан біреуге, кімге болса да жақсылық тілеп, жаманшылық тілеген бұл ең нақұрыстық, жаман, жексұрын істердің бірі екенін ұмытпаңыздар. Дұға бізді тәкаппарлықтан құтқарады. Бағана айттық, мұқтаж адамның мұқтаж емес иесіне жалынуы, төменнің жоғарыға жалыну сол дұға болып табылады. Сондықтан дұға сізді тәкаппарлықтан сақтайды. Бүйтіп менмендіктен сақтайды. Сол үшін айтылады, кімде кім дұға жасамаса, ол тәкаппар дейді. Ол өзін жоғары санаған, балпаң басқан біреу дейді. Алла мұрныңды аспаннан келтіреді. Неге? Өйткені сен менсінбей тұрсың. Алла басымызды сәждеге қойғанда неге мұрнымыз жерге тисін дейді. Мына мұрныңмен жер иіске, сен ешкім емессің. Қарныңды жарып жіберсе 2 килограмм нәжіс бар. Шыққан жерің нәжіс, барып кірген жерің нәжіс, қайтан шыққан жерің нәжіс, өлетін жеріміз нәжіс. Сондықтан бәрі сол. Бұл тәкаппарланбасын деген сөз. Алла бізді ағаштан, аспаннан, космостан жаратуға құдіреті жететін еді. Бірақ бізді сол ұрық шығатын жерден жаратқанның түпкі мағынасы тәкаппарланбай, маған бүйтіп дұға қылсын, намаз оқығанда бүйтіп сүмірейіп, хұшуқ басымызды иіп тұрамыз. Кімнің? Жаратушының алдында тұрмыз. Дұға қылғанда солай кішкене былай сұраушы халде болып, бүйтіп тәкаппарланып тұратын да бар. Бұл жақсы нәрсе емес. Кейбіреулер бар, дұға қылғанда жиі көресіздер, бүйтіп қытырлап, мойнын қытырлатып, басын қытырлатып, бүйтіп жаңағы чемпион мира сен болсана, кім еді жаңағы чемпион жігіттер отыр, жаңа көріп қалдым бір екеуін осы жерде аккаунтта. Сол сияқты бүйтіп Жанқош Тұраров сияқты бүйтудің керегі жоқ. Ол Жанқош Тұраровқа жарасады, ол чемпион мира, Головкин екеуі. Сізған керегі жоқ оны. Сен кішкене төмен ұста өзіңді. Төмен ұстаған сайын бұл жақсылық болады. Оған мына төмендікпенен іштегі төмендік екеуі бір жерге түсу керек. Бүйтіп ішіңнен бүйтіп тәкаппарланған ол жақсы емес. Екеуі бір жерден түсуі керек. Одан кейін дұға мен жиі жазасыздар ғой, жүрегім тыныш таппайды, проблеманы ойлаймын. Жоқ, сол жүректі тыныштандырғың келсе дұға. Өйткені сен біліңіз, есіктің есігін, патшаның патшасының есігін қағып тұрсыз. Жүрегіңізді тыныштандырғыңыз келсе, бірінші дұға, екінші зікір, үшінші салауат. Осы нәрселер бәрі жиналған кезде, альхамдулилля, жүрегіңіз тыныш табады. Дұға, жаңа айттым, Алла тағала қолын бос қайтаруға ұялам депті. Кімде-кім қолын жайса, Алла қолын бос қайтаруға ұялам деген уәдесі бар. Сондықтан дұғаның қабыл болуының бірден бір шарты ішкен тағамың таза болсын. Дұға қаншалық тез өтеді, ішкен тазамаң таға болса, адал, арам жоқ, ішіне күнә жоқ. Кезінде ғұламалардың әйелдері, сахабалардың әйелі, бабаларымыз айтады екен, еркекті әйелдер күйеуінеші, біз аштыққа шыдаймыз, бірақ сен бізге арам дүние алып келме дейді. Неге? Өйткені арам алып келсең, біздің дұғаларымыз қабыл болмай қалады дейді. Кезінде бір тамақ жеп қойған үшін 40 күн дұғалары қабыл болмайды деп. Не үшін айтылады? Арам жеген үшін. Сондықтан шама келгенше адал жесеңіз, дұғаңыз қабыл болады. Ішкен киімің де таза болсын. Баяғыда біреу айтады, дұғам қабыл болмайды, сөйтсе мына костюмді ұрлап алған екен. Костюмді ұрлап алып кисең, әлбетте дұға қабыл болмайды.
Одан кейін туыспан қол үзбеңіз. Ағайыннан сенен қол үзсе, сен қол үзбеңіз. Сізді мүмкін жамандайтын шығар, сізді ұнатпайтын шығар, сыртыңыздан жаман сөз айтатын шығар, бірақ сіз жақсы сөз айта береміз. Туыспен бірге болу керек. Инналлаха юхиббул муътадин. Алла шектен шыққандарды жақсы көрмейді. Ойын күлкі мазаққа айландырмай, шынайы сұрасаңыз, Алла жүрегіңізге жабыл, жеңілдік береді. Және бір мәселені біліңіз, дұға қылғанда асықпаңыз. Дұға қылғанда асықпаңыз. Алла бірден беру жіберу ықтимал, және бермей сынауы да ықтимал. Алла бір